Сәлем достар. Бір жарымдық лентадан жасалатын өте оңай бантиктерін көрсететін боламын. Бізге қажет заттар: лента, бір жарымдық, кез келген өзіңізге ұнайтын түстен таңдауға болады. Мен осылай ленталарды 10 сантиметрден қиып дайындап қойдым. Резинка және ақ фетр қағаздан жасалған дөңгелек, сызғыш, қайшы, ыстық кіле қажет. Ең алдымен дөңгелегіміздің ортасымен бүктеп, қайшымызбен видеодағыдай қиып аламыз. Міне біз бантигіміздің астыңғы жағын, резинкамызды дайындап алдық. Енді оңай болу үшін алдын ала ленталарды 10 сантиметрден қиып дайындап алдым және осылай бүктеп барлығын жабыстырып қоямыз. Содан соң дайындап алған резинкамызға дөңгелете отырып жабыстырып шығамыз. Дәл осылай 3 қатар болып жабысуы керек. Міне мен 3 қатарды осы лента түсімен жабыстырып шықтым. Сіздер де осы түстен аяқтауыңызға да болады, немесе басқа түстерді де таңдап жабыстыруға болады. Мен жылтырақ лентаны жабыстырып көрдім. Сіздер де қыздарыңыздың көйлектеріне сәйкес золото немесе серебро сияқты түстерін жабыстырып шықсаңыздар болады. Міне менің бантигім дайын болды. Ортасына енді кез келген таразы тастар немесе моншақты жабыстырып қоямыз. Видеода көрсетілгендей өте жасалуы оңай, әдемі бантикті жасап шықтық. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнап жатса лайк басып пікір қалдырыңыздар. Және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта жақсы көптеген бантиктің түрлерін бөлісетін боламын.